Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Менің аты жөнім Шакенова Жайна Қажымханқызы. Хан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті жанындағы көпсалалы колледждің физика пәні оқытушысы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тоқ күші және электр қозғаушы күш деп аталады. Сабаққа қойылған мақсат: тоқ күші, электр қозғаушы күш ұғымдарын түсінуге ықпал жасап, олардың бір-бірінен айырмашылықтары жайлы түсінік беру, электр тізбегін жинауды үйрету. Сабағымыздың мақсаты анықталды. Енді тоқ күші ұғымына анықтама берейік. Тоқ күші дегеніміз өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр мөлшерінің сол уақыт аралығына қатынасы. Тоқ күшін біз I әрпімен белгілейміз. Тоқ күші дегеніміз өткізгіштің бойымен өтетін заряд пен сол зарядтың өткізгіш бойымен өтуіне кеткен уақытына қатынасын сипаттайтын физикалық шама. Тоқ күші I әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі ампер. Q бұл электр заряды, өлшем бірлігі кулон болып саналады. T ол уақыт. Уақыттың өлшем бірлігі минут немесе секунд болып саналады. Сонымен қатар, тоқ күші мен электр тоғын тығыз байланыста деп санауға болады. Электр тоғы дегеніміз зарядталған бөлшектердің немесе макроскопиялық денелердің реттелген қозғалысы. Макроскопиялық денелер олар өте ұсақ зарядталған бөлшектер. Енді осы электр тоғын тереңірек түсіну үшін келесі бейне сюжетке назар аударуларыңызды сұраймын. Электр табиғи не адам қолымен жасалатын заряд ағыны. Ол қауіпті болуы мүмкін. Сөйте тұра өте пайдалы. Электр атомдық деңгейде пайда болады. Протондардың заряды оң, ал электрондардың заряды теріс. Жалпы электр тек электрондардан тұрады. Электр өткізгішіндегі протондар атом ядросында шоғырланады, ал электрондар еркін қозғалады. Олардың зарядтары бірдей болғандықтан, электрондар бір-бірін кері итереді. Бір электрон қозғалғанда, көршілес орналасқан электрондарды кері итереді. Олар да өз кезегінде басқаларын кері итереді. Электрондар ағынының осы қозғалысы электр тізбегі деп аталады. Электрондар электр тоғын тудыру үшін өткізгіш материал қажет. Мысалы, болат, алюминий, алтын және темір. Электрондар өткізгіш бойымен оңай қозғалады. Электрондардың осындай ағыны электр тоғы деп аталады. Электрондардың кез келген нүктедегі энергиясының шамасы кернеу деп аталады. Итеру күші потенциалдар айырымы деп аталады. Бұл екі нүкте арасындағы кернеудің айырымы. Электрон ағынының жылдамдығын тоқ күші дейміз. Ол ампермен өлшенеді. Протондар мен электрондар резеңке секілді изоляторлық материалда еркін қозғалады. Сондықтан, онда электр тоғының ағыны болмайды. Электр тоғын әртүрлі әдістермен алуға болады. Көп мөлшерде алу үшін электр станциялары керек. Ал шағын мөлшерін батареялар бере алады. Біз бүгінгі әлемді қамтамасыз етуге жеткілікті электр энергиясын өндіріп, оны түрлендіре аламыз. Бұл адамзат жетістіктерінің бірі.
Бірінші есеп шығару тәсілі. Бірінші есеп. Электр шамындағы 10 минут уақыт ішіндегі 300 кулон заряд өткендегі ток күшін анықта. Бізге көріп тұрғандарыңыздай берілгені уақытымыз 10 секунд және де заряд берілген 300 кулон. Анықтайтын физикалық шама ол ток күші. Яғни осы уақыт ішінде бізге қанша ток күші беріледі екен, соны анықтауымыз керек. Анықтайтын формула I тең Q бөлінген T. Яғни ток күшінің заряд пен уақытқа қатысты формуласы. Есептің шешуі. Яғни формуланың орнына өз мәндерін қоя отырып есепті шығарамыз. Заряд 300 кулон және де уақытымыз 10 секунд. Екеуінің бір-біріне қатынасы бізге 30 ампер береді. Яғни осы 10 минут уақыт ішінде 30 ампер ток күші өтеді екен. Яғни есебіміздің жауабы 30 ампер. Екінші есепті қарастыратын болсақ, бұл жерде есептің берілгені кішкене өзгешерек. Есептің берілгені былай делінеді. Өткізгіштердің ұштарынан 10 кулон заряд өткендегі ток күші 10 амперға тең. Уақытты анықта. Яғни есептің берілгені бойынша ток күші 10 амперге тең, заряды 10 кулонға тең. Анықтайтын физикалық шама ол уақыт. Енді бастапқы формуланы ала отырып, I тең Q бөлінген T формуласын ала отырып, осы формуланың ішінен біз уақыт, яғни T деген физикалық шаманы бөлек шығарамыз. T-ны анықтасақ, ол жағдайда біздің ток күші мен заряд екеуі бір-біріне көбейтіледі. Яғни формула T тең I көбейтілген Q түрінде жазылады. Есептің барлық берілгендерін орнына қою арқылы біз қанша уақыт кеткенін анықтай аламыз. Яғни мәндерін орнына қойған кезде 100 минут уақыт кетіпті. Яғни 100 минутты кіші өлшем бірлік түрінде жазатын болсақ, 1 сағат 20 минут. Яғни есептің шешуі 1 сағат 20 минут уақыт қажет екен. Жалпы электр тоғы пайда болу үшін және оның ұзақ сақталу үшін ең басты 3 шарт бар. Олар: өткізгіште зарядталған денелерге белгілі бір күшпен әрекет ететін тұрақты электр өрісі болу керек. Екінші шарт: электр өрісін тудыратын құрылғы, яғни ток көзі керек. Үшінші шарт: еркін электр зарядын тасымалдаушылар болуы қажет. Осы 3 шарт болған жағдайда электр тоғы толыққанды пайда болады және ұзақ сақталады. Жалпы электр тоғы ұғымын түсіндіре отырып, электр қозғаушы күш деген жаңа бір ұғымға тоқталуымызға болады. Электр қозғаушы күші ток көзінің энергетикалық сипаттамасы болып саналады. Жалпы электр қозғаушы күш дегеніміз бөгде күштер жұмысының орын ауыстыратын электр зарядына қатынасын біз электр қозғаушы күші деп атаймыз. Жалпы электр қозғаушы күштің формуласы E тең бөгде күштердің жұмысы мен зарядқа қатынасты біз электр қозғаушы күш деп атаймыз. Яғни алдарыңызда көріп тұрған формула электр қозғаушы күшті анықтайтын формула болып саналады. Жалпы электр қозғаушы күшінің өлшем бірлігі вольт болып саналады. Ол 1 джоуль мен 1 кулонның бір-біріне қатынасы. Келесі айта кететін ақпарат ол
жалпы электр тізбегін жинау. Электр тізбегін жинаудың өте қарапайым тәсілдері бар. Яғни бізге ең қажетті құралдардың бірі ол амперметр мен вольтметр. Яғни амперметр ол тоқ күшін анықтайтын құрал, ал вольтметр ол кернеуді анықтайтын құрал болып саналады. Сондықтан амперметр мен вольтметрдің көмегімен біз электр тізбегін жинақтай аламыз. Яғни суретте көріп тұрғандарыңыздай амперметр берілген, сонымен қатар вольтметр берілген, тоқ көзі, не болмаса тоқ көзін біз батареямен алмастыра аламыз, кілт берілген және де шам берілген. Бұл жағдайда, бұл схемада бір-біріне барлық электр құралдарын тізбектей жалғау арқылы біз жалпы схеманы яғни алып тұрмыз. Бұл жағдайда біз дұрыс қосу арқылы, бір-біріне яғни құралдарды дұрыс жалғау арқылы электр тоғын алып тұрмыз. Яғни көріп тұрғандарыңызда электр шамы жанып тұр. Бұл дұрыс схема болып саналады. Екінші жағдай, егер 2 вольтметр берілсе, оларды қалай тізбектей жалғауға болады? Яғни мен сіздерге көрсетіп отырған сурет арқылы, яғни көріп тұрғандарыңызда 2 вольтметр берілген. Және де оларды біз тоқ көзіне дұрыс қосу арқылы, міне сіздерде кілт берілген. Осы барлық электр құрылғыларын бір-біріне түзу, дұрыс қосу арқылы біз электр тоғын ала аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай электр шамы жанып тұр. Яғни барлық құралдарды бір-біріне тізбекке қосу арқылы біз электр тоғын аламыз. Келесі айтып кететін тағы бір ұғым, ол электр тоғының әрекеті. Жалпы электр тоғының 4 әрекеті бар. Бірінші әрекеті ол жылулық әрекет, химиялық әрекет, магниттік әрекет және физиологиялық әрекет болып саналады. Тоқтың жылулық әрекеті өткізгіштің бойымен тоқ өткен кезде ол қызады. Электр қыздырғыш аспаптарға жаңағы электроплиталар, үтіктер, қайнатқыштар, дәнекерлегіштер және тағы басқа аспаптарды жатқызуға болады. Бұл тоқтың жылулық әрекетіне жатады. Екінші түрі ол тоқтың химиялық әрекеті. Яғни химиялық ерітінділерге батырылған металл өткізгіш бойымен тоқ өткенде ерітіндінің құрамына енетін заттар бөлінеді. Осы тәсілмен таза күмісті алуға, металл бұйымдардың беттерін күміспен жалатуға болады. Яғни осы қасиет арқылы біз тоқтың химиялық әрекетін қарастыруға болады. Үшінші әрекет ол тоқтың магниттік әрекеті. Көріп тұрғандарыңыздай, өткізгіштің бойымен тоқ жүргенде онда магниттік қасиеттер туындайды. Қарапайым магнит сияқты ол өзіне ұсақ темір денелерді тартып, яғни жинап алады. Осы қасиетті біз тоқтың магниттік әрекеті деп атаймыз. Төртінші әрекет ол тоқтың физиологиялық әсері. Жануарлар денесімен тоқ өтетін болса, онда тоқ бұлшық еттердің жиырылуын тудырады. Адам денесінен өткен тоқ ауыр әсер қалдырады. Яғни бұлшық еттердің жиырылуы ол жаңағы тоқтың өтуімен тығыз байланысты. Бұл тоқтың физиологиялық әсері болып саналады. Яғни тоқтың 4 әсері бір-бірімен тығыз байланысты болып келеді. Жалпы алғанда электр тоғы әртүрлі орта арқылы өтеді. Электр тоғы металдар арқылы өтеді, газдар арқылы өтеді, электролиттер арқылы өтеді, яғни электролит ерітінділері арқылы өтеді. Сонымен қатар вакуум арқылы өтеді
және шала өткізгіштер арқылы өтеді. Енді осының ішінде ең нақты тоқталатынымыз олар электр тоғының металдар арқылы өтуі. Жалпы электр тоғы металдар арқылы өте жақсы өтеді, яғни тез өтеді. Ең алғашқы ғалымдардың зерттеу барысында жалпы металдардың арасында күмісті пайдаланды. Күміс арқылы жалпы электр тоғы өте жақсы өтеді. Яғни күміс қымбат металл болғандықтан оны басқа металдармен алмастырды. Қазіргі таңда сіздер білесіздер, электр өткізгіштік қасиеті алюминий, мыс, никель және тағы басқа металдарда да жоғары екені анықталды, және оны қазіргі таңда өте тиімді пайдалану үстінде. Сондықтан электр тоғы әрбір орта арқылы өтеді, және әрбір ортада өзінің өту деңгейі әртүрлі болып саналады. Тоқ жалпы әртүрлі ортадан өтеді. Жаңағы алдыңғы слайдта көрсетіп кеткендей, әртүрлі ортадан өткен тоқ жалпы сол ортада болу үшін қажетті шарттары бар. Олар яғни еркін зарядтар бар болу керек. Ол еркін зарядтарға біз иондар мен электрондарды жатқызамыз. Және де осы тоқтың болу үшін қажетті шарттардың тағы бір келесі түрі ол тоқ көздері. Яғни тоқ көзін біз аккумулятордан ала аламыз, генератордан ала аламыз, күн батареясынан ала аламыз. Яғни осы барлық құралдарды пайдалана отырып тоқтың болуына біз септігін тигіземіз. Жалпы сабағымыздың соңында айтып кететін тағы бір ақпарат, осы жалпы электр тоғы, электр қозғаушы күш ұғымдарын жалпы физикаға енгізуге атсалысқан ғалымдардың бірі Андре Мари Ампер. Бұл кісі 1775 жылы Францияның Лион қаласында дүниеге келген, 1836 жылы дүниеден өткен атақты француз физигі, математикі, ұлы ғалымдардың бірі. Тек қана электр тоғы, электр қозғаушы күш ұғымдарын ғана ашып қоймай, сонымен қатар электромагнетизм саласындағы ең үлкен ұлы жаңалықтардың ашылуына себепкер болған ғалымдардың бірі. Сабағымыз өз мәресіне келіп жетті. Назар аударып тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Рахмет айтамын. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.